жатырсыз? Бесік жасайын деп жатырмын. Бұл бесікке кім жатады? Құдай қаласа, сенің бауырың жатады балам. Кел бері жақында. Енді жұмыла көтерген жүк жеңіл деген, осы бесікке сен көмектессең, жақсы болар еді. Көмектесесің ба? Мінеке, мынаны ұстай отыр. Бұл қазақтың ежелден қалған бұйымдарының бірі. Ел болам десең бесігіңді түзе деген өте керемет сөз бар. Атам қазақ көшпелі заманнан бері бесігі мен шаңырағын жат елде қалдырмаған. Сондықтан да бесікті берекелі деп атаған. Есіңде болсын. Жарай ма? Ал, олай болса, бесік жасауға кірісейік. Кеттік. Ал балам, бесігіміз даяр болған секілді. Қалай? Саған ұнады ма? Иә, әкешім. Ең бастысы анаңа ұнаса болғаны. Бұл бесікке ертең анаң бауырыңды жатқызып, бесік жырын айтқан кезде болашағы жарқын, керемет азамат болып өседі деп ойлаймын. Олай болса, бесікті бітіріп тастайық. Анашым, Ау, балам. не істеп жатырсыз? Балам, мен сенің әкең жасаған бесікке жабдықтарын тігіп жатырмын. Қарашы, балам. Бұл бесіктің астына салатын көрпешесі, ал бұл үстіне салатын көрпешелері. Бұл жастығы деп аталады. Ал бұл бесіктің баулықтары. Ал мына жапқышпен біз бесіктің бетін жабамыз. Ол баланың бетіне күн сәулесі қатты түспес үшін және шаң тозаңнан қорғауға керек болады, балам. Анасы, бесігіміз дайын болды. Бісмілләсін келтіріп, баламыз тербетейік.